Мопедтер мемлекеттік тіркеуге алына бастады. Жетісу облысында бұл көлік құралы ресми түрде заңдастырылып жатыр. Мұнан былай мопед жүргізушісінде темір тұлпарының техникалық төлқұжаты мен мемлекеттік тіркеу нөмірі болуы тиіс. Андрей Борисов мопед иесі, Талдықорған қаласының тұрғыны, көлігін алғашқылардың бірі болып заңдастыруды қолға алған. Осыған байланысты арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келген. Менің 2 скутерім бар. Оларды қазір есепке қойып тіркеп жатырмын. Менің ойымша бұл шешім өте дұрыс. Өйткені мопедтердің ұрлығы азаяды. Сонымен қатар жүргізушілерге деген жауапкершілік ұлғаяды. Айта кетейік, мопедтерді заңдастыру 11 қаңтардан бастап күшіне енген. Жүргізушілерге темір тұлпарларын тіркеу үшін арнайы құжаттар тізімі ұсынылған. Ол бойынша көліктің техникалық төлқұжаты мен мемлекеттік нөмірі беріледі. Ағымдағы жылдың Жетісу облысы аумағында 7 мопед тіркеуге қойылды. Мопедтерге тіркеуге қою Жетісу облысы мекен-жайы бойынша, тұрғылықты мекен-жайы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Полиция департаментінде тіркелген А1 және де Б санаттағы жүргізуші куәлігі болу қажет. Мопедтер механикалық көлік құралдарына теңестірілді. Яғни 5 сәуірден бастап тіркелмеген көлікпен жүріп, сонымен қатар арнайы жүргізу куәлігі болмаған жүргізуші заңмен жазаланады. Жарқын Нұрланұлы, Ернар Серқалиұлы, Жетісу телеарнасы.